Күніне орай ақ және көк түсті асықтарды таңдадық. Не себепті? Қалай ойлайсыңдар, Ильша? Көк ол аспан, ақ ол бостандық, тәуелсіздік. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі, бостандығы, тұғырлығы. Camuzon.com Ниеттің ақ және көк түстерін таңдадық. Қазір асықтың жату қалыптарын білесіңдер ме? Көктем. Мысалы, бұл айынан егерде түсетін болса, онда бұл тәйке. Ал бұл бүк, бұл шік, ал бұл алшы болып саналады. Асықты пайдаланған себебіміз бұл қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында осындай асық ойынының әдісін пайдаланып отырмыз. Бірінші тәуелсіздік жайында 4 бөлім алдық. Тұлға, тәуелсіздік нышаны, атаулы жылдар және Қазақстан деген тақырыптарды алдық. Қайсы керек, сол сұраққа жауап бересіңдер. Бірінші Аружан мен Алина бастасын, иә? Жұппен жұмыс жасаймыз. Қандай ойын? Асықтың жартысы шік, 30. Міне Қазақстан деген тақырып шықты. Алина мен Аружан жауап береді. Қазақстан символына айналған аңды атаңыз. Шарсыз болып жауап береді. Бірінші күтейік, қыздар жауап берді, содан не жауабы барыз. Келесі топ. Асықты лақтырамыз. Қандай түсті? Бүк 30 атаулы жылдарды таңдаймыз. Мемлекеттік әнұран бірінші қай жыл орындалды? 1992? 1992 жылы. Келесі топ Өктем мен Ильша. 30. Тәуелсіздік нышаны тәйкі 30. Ильшат пен Өктемде тәуелсіздік нышаны 30. Есталғанның авторлары кімдер? Өктем, Ильяс, Ильшат аталып. Жандарбек Сәрімбеков және Шотаман Вали. Шотаман Вали ханым, иә? Дұрыс. Келесі қайтадан бастамасыңыз ба? Аружан мен Алина. Лақтырамыз. 10 ұпай тұлға алшы. 300-дің басын қосқан қан екеуіңді Абылайға береді. Дұрыс, Абылайға молодец. Келесі 10, тәуелсіздік нышаны 10. Мемлекеттік тудің авторы кім? Келесі тыныш үндемес